Мен өзі дәрігерлер династиясынан шыққан баламын. Менің әке анам да осы дәрігер мамандығында дәрігерлер болып, ауыл медицинасында 40 жылдан астам қызмет атқарды. Ауыл медицинасының өте күрделі екенін бәріміз жақсы білеміз. Ауылдың әрбір қиындықтарын, күрделі қандай сұрақтары бар екенін жақсы білемін. Мәмс жүйесі енгізілгелі ауыл медицинасында қандай өзгерістер орын алды? Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру дейміз ғой. Жүйесі енгізілгеннен кейін бірінші кезекте жалпы оның ішінде ауыл медицинасында қаржыландыру біршама көбейді. Бірқатар медициналық қызмет түрлері осы сақтандырылған адамдарға барлық медицинаның түрлері қолжетімді бола бастады. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз ауыл медицинасы туралы әңгімелесетін боламыз. Бір қуантатыны, қазіргі таңда ауыл тұрғындары қандай да бір күрделі медициналық қызметке жүгінгілері келсе, облыстық немесе республикалық деңгейге шығып, сол қызметтерді алуға мүмкіндігі бар. Бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы Шет ауданының аудандық ауруханасының директоры Алпыс Жанатұлы Аманжолов. Алпыс Жанатұлы, подкастымызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Дәрігер мамандығы ұлы мамандықтың бірі деп айтуға болады. Жалпы осы салаға, осы ұлы мамандық жолына қалай келдіңіз? Не түрткі болды? Сұрағыңызға рахмет. Біріншіден, бұл мамандыққа келуімнің өзінде бір үлкен тарихи мәселелер жатыр. Айта кететін болсам, мен өзі дәрігерлер династиясынан шыққан баламын. Менің әке анам да осы дәрігер мамандығында дәрігерлер болып, ауыл медицинасында 40 жылдан астам қызмет атқарды. Оқуларын бітіріп келгеннен кейін, екеуі де Қарағанды медицина институтын бітіріп, Балқаш қаласында интернатурасын өтіп, Қарағанды облысының, енді ол кезде Жезқазған облысының Ақтоғай ауданында ауруханасында қызмет атқарды көптеген жылдар бойы. Сол бастаған мамандықтарын зейнеткерлікке шыққанша үлкен абыроймен атқарды десем болады. Барлық аудан халқына, барлық жұртшылыққа ол кісілер өте сыйлы болды. Әкем терапевт дәрігер болды. Анам болса педиатр мамандығы бойынша. Сол 70-ші жылдардың ортасында келіп, зейнеткерлікке шығып, зейнеткерліктен кейін де біраз халыққа еңбегін сіңіріп қызмет атқарды. Енді өз тарихыма келетін болсам, мектепте жүргенде осы әкем мен анамның қызмет жасап жүрген ауруханасына барып, соған қызыға қарайтынмын. Әртүрлі ауылдың адамдары үйге де келіп, жағдайларын айтып, үйден әкеме, шешеме өздерінің емдерін тағайындатып, сондай бір жағдайларын айтып, сол кісілердің көмек көрсеткенін көргенде, мен өзім осы мамандыққа қызыға бастадым. Кеңес үкіметінің кезінде мектепте бізде жиі осындай шығармалар жазатынбыз. Кім болғым келеді, қандай мамандықты таңдағым келеді деген. Сол кезде мен осы дәрігер мамандығын таңдаймын, дәрігер болғым келеді, халықтың денсаулығын сақтауда халыққа еңбек сіңіргім келеді деп, осы мамандыққа келген жайым бар. Өте керемет, яғни әке жолын, ана жолын. Дәл солай. Бұл подкаст ауыл азаматтары үшін, әсіресе шалғайдағы тұрғындар үшін пайдалы болады деген сенімдемін. Осыған орай соңғы жылдары ауданымызда, яғни Шет ауданының ауруханасында қандай ілкімді іс-шаралар жүзеге асуда? Енді ауыл медицинасының өте күрделі екенін бәріміз жақсы білеміз. Біріншіден, өзім ауылда өстім. Ауылдың әрбір қиындықтарын, күрделі қандай сұрақтары бар екенін жақсы білемін. Институт бітіргеннен кейін мен өзім осы қалада 20 жылдай қызмет атқардым. Кейін осы 2019 жылы ауылдық жерді медицинаны көтеруге барасың ба деп басшылық ұсыныс жасағаннан кейін Шет ауданының ауруханасына басшы болып бардым. Енді аудандық жердің мәселесін айта берсек, ол бітпейді. Анау медициналық объектілердің, медициналық
жаңағы біздің көмек көрсететін ауылдардың шалғайлығы ең бірінші орында. Және де мынау қыс мезгілінде, көктем, күз мезгілінде, жолдың нашарлық кездерінде халыққа қызмет көрсету қиын болады. Осындай жағдайлардан шығатын жол іздейміз әрқашан. Енді біріншіден соңғы жылдары әрбір ауданның медицинасының алға басуында бірқатар маңызды іс-шаралар жүзеге асырылып келе жатыр. Енді мен айта кететін болсам, осы соңғы 5 жылда ауданымыздың 2 бірдей үлкен ауруханасы, яғни Ақсуайұлы селосындағы орталық аудандық аурухана және Ағадыр кентіндегі селолық аурухана екеуі де үлкен күрделі жөндеуден өткізілді. Және де 47 объектіміз бар, 61 селолық жаңа елді мекен бар ауданда, үлкен аудандардың бірі болып саналады Шет ауданы. Сол 47 объектімізде бізде 2 үлкен аурухана, 6 амбулатория, 11 фельдшерлік акушерлік пункт және 28 медициналық пунктымыз бар. Әрбір объектінің өзіне тән қиындық мәселелері бар. Оның жаңағы жалпы техникалық жағдайы, жердің шалғайлығы, оған жаңағы медициналық көмек көрсетудегі әртүрлі қиындықтарға кеп соғуы мүмкін. Енді осы орайда айта кететін жайт, бұл жаңа айтып жатырмын, негізгі іс-шаралардың бірі болып, жаңағы күрделі жөндеуден кейін материалдық техникалық базаның нығайтуы болып саналады. Бұл облыстық денсаулық сақтау басқармасы арқылы аудандық ауруханаға, селолық ауруханаларға, амбулаторияларға әртүрлі медициналық жабдықтардың алынуы, зертханалық соңғы үлгіге сай зертханалық жаңағы диагностикалық жабдықтардың алынуы, бұл біршама бізге серпіліс берді деп айта кетсем болады. Екіншіден, мына осы 2 жылда 23-24 жылдары ел президентінің тапсырмасымен ауылдық жерлердегі медицинаны жаңғырту ұлттық жобасы қолға алынған болатын. Бұл ұлттық жоба аясында Шет ауданында 21 елді мекенде 21 объект көтерілуде. Яғни 7 объект фельдшерлік акушерлік пункт 7 елді мекенде 23 жылы салынып, ел игілігіне тапсырылды. 24 жылы басталған, биыл 25 жылы аяқталады, тағы да 14 объект салынуда. Бұның ішінде 4 фельдшерлік акушерлік пункт және 10 медициналық пункттер салынып жатыр. Бұл салынып жатқан объектілердің барлығы бүгінгі стандартқа сай, барлық жабдықтармен, қажетті жабдықтармен, ауыл медицинасына керекті жабдықтармен жабдықталған. Енді жергілікті жердегі халыққа өте жақсы деңгейде стандартқа сай қызмет көрсетеді деген ойдамын. Әрі қарай айта кететін болсақ, сонымен қатар мынау жыл сайын жылына 1 рет немесе 2 рет мобильді медициналық кешендер қызмет атқарады. Бұл алыста шалғайда жатқан елді мекендердің халқына медициналық көмек, яғни бірінші кезекте диагностикалық көмек көрсетеді. Бұл жаңағы мамандар, керекті мамандар сол жерге шығып, мобильді топпен халықты медициналық тексеруден өткізіп, ерте кезінде, дер кезінде ауруларды анықтап, әрі қарай емдеу жолдарын, оның асқынысын алдын алу жолдарын анықтап, ауруханаларға жібереді. Және де кейінгі кезде осы аудан мен қаланың арасындағы өте бір үлкен байланыс құралы болып саналатын телемедицина жүйесі енгізілді. Телемедицина арқылы аудандағы науқастарды қаланың білікті мамандарымен жаңағы кеңесе отырып, сол осындай үлкен консультациялар, кеңестер қолжетімді бола бастады. Ауыл азаматтарына медициналық көмек толыққанды көрсетіледі деп айта аласыз ба? Пациенттер қандай жағдайда қалалық ауруханалар мен клиникаларға жолдамамен жіберіледі? Аудандық деңгейде стандартқа сай
барлық хаттамаларға сай науқастарға көмек көрсетіледі медициналық. Бірақ кейбір күрделі диагностикалық және емдеу процедуралары аудан деңгейінде көрсетілмеген себепті оларды біз облыстық ауруханалар мен емханаларға әрі қарай консультацияларға, емделуге жіберуге мәжбүр боламыз. Енді сол себепті мына бізде жоқ кардиохирургия дейміз, онкология мамандығы бойынша, нейрохирургия мамандығы бойынша мамандар ауылды жерде болмаған себепті, және де егер науқасқа қажетті жоғары технологиялық оталар жасау керек болатын болса, сол кезде біз облыстық өзіміздің жаңағы әріптестерімізбен ақылдаса отырып, кеңесе отырып, сол кісілерге жолдама береміз. Қажет болған жағдайда республикалық клиникаларға да жолдама береміз. Облысымыздың кейбір аудандарының тұрғындары қалаға бармай, өздерінің ауылдарында сол аудандық деңгейде, айта кетейік, МРТ, КТ, УЗИ секілді қызметтерді алады. Сіздің ауруханада, яғни Шет ауданының аудандық ауруханасында осындай қызметтер көрсетіледі ме? Иә, біздің ауруханада УЗИ, жаңағы ультрадыбыстық зерттеу, бұл барлық науқастарға толық көлемде көрсетіледі, қажет болған жағдайда. Ал жаңағы компьютерлік томограф, МРТ деген бұл аппараттар бізде жоқ болуына байланысты қажеттілігі бойынша қаладағы клиникаларға жіберіп отырамыз. Енді қазіргі уақытта осы аппараттарды атап айтқанда компьютерлік томограф аппараты аудандық деңгейде қолжетімді болу үшін осы мәселе қарастырылуда облыстық денсаулық сақтау басқармасымен. Енді бұл барлық ауданда бірдей деп айтпаймын. Кейбір аудандарда компьютерлік томограф қойылған. Бұл жерде жаңағы науқастар тиісті қызметін атқарады. Біздің ауданымызға биыл амандық болса қарастырып жатырмыз осы мәселені. Ауданда қандай мамандар тапшы? Мамандарға тоқталатын болсақ, бұл кез келген аурухананың ең өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Бұл қалалық аурухана болсын, аудандық аурухана болсын, бірінші кезекте бізде жұмыс істейтін бұл мамандар ғой. Осы мамандардың тапшылығы өте күрделі жағдайға алып келеді. Сондықтан осы маман тарту, маман әкелу аудандық жерлерге, ауылдық жерлерге бұл үнемі жалғасатын, тоқтамайтын процесс. Енді осы соңғы 3 жылды алып қарайтын болсақ, біздің ауданға 20-дан астам маман келді 3 жылдың ішінде. Бірінші кезекте облыс әкімдігінің, облыстық денсаулық сақтау басқармасының жаңағы несімен, демеуімен аудандық жерлерге келген мамандарға 3 миллионнан 8,5 миллион теңге аралығында осындай көтерме ақы беріліп отыр. Міне осының арқасында бізге жыл сайын 7-8 маман келіп отырады. 23 жылы, 24 жылы, 22 жылы осынша мамандар келіп, 20-дан астам 3 жылдың ішінде мамандар келді. Атап айтатын болсақ, тапшы болған бұрын хирург мамандар тапшы еді, акушер, гинеколог маман жоқ болған, анестезиолог, реаниматолог мамандар жоқ болған. Сонымен қатар жалпы тәжірибелі дәрігерлері. Осы мамандар өте тапшы болған. Қазіргі кезде біраз тапшылықты біз мәселесін шештік. Қазіргі кезде қажеттілік мәселесі туындап отыр. Яғни дефицит емес, уже потребность бізде. Неге десеңіз, қазіргі кезде жаңағы орысша айтқанда остро нуждающийся дейді ғой, ең қажетті, өте қажетті мамандар келді. Бірақ осы мамандардың ішінде жалпы 61 маман дәрігер жұмыс істесе, соның ішінде 8-9 дәрігеріміз зейнет жасына жақындап қалды. Зейнет жасында келіп жұмыс істеп жатқан мамандар да бар. Сондықтан осы кісілердің орнына қажеттілік туындап, біз сол мамандарды қазір тартудамыз. Атап айтсақ, жалпы тәжірибелік мамандар, бұл дәрігерлер
Сонымен қоса жаңағы бізге қажет кардиолог маман және анестезиолог реаниматолог маман қажет бүгінгі күнде қажеттілік туындап отыр. Енді осы мамандарды ауылға тарту үшін бірінші кезекте тұрғын үй беру мәселесі бұл аудандық әкімдікпен жергілікті жерлердегі әкімдіктермен бірігіп шешілетін мәселе. Сонымен қоса әлеуметтік пакет ұсыну, жергілікті жерде жаңағы өзіміздің ұсынатын аудандық деңгейде ұсынатын дипломмен ауылға деген бағдарлама бар. Жаңағы процентсіз кредитование, сонымен үй ала алады. Сонымен қоса жаңағы айтылған жоғарыда айтылып кеткен облыс әкімдігінің көтерме ақысы бар. Осыларды алып және қызметтік үй алған кезде уже мамандарымыз жақсы жағдайда болады да әрі қарай жұмыс істеуіне өте жақсы қолайлы мүмкіндік бар деп ойлаймын. Сіз осы саланың басқасында жүрсіз ғой, айтыңызшы, мәмс жүйесі енгізілгелі ауыл медицинасында қандай өзгерістер орын алды? Енді медициналық міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру дейміз ғой, жүйесі енгізілгеннен кейін бірінші кезекте жалпы оның ішінде ауыл медицинасында қаржыландыру біршама көбейді. Бірқатар медициналық қызмет түрлері осы сақтандырылған адамдарға барлық медицинаның түрлері қолжетімді бола бастады. Аудандық ауруханада заманауи жабдықтар әкелінді. Сонымен қоса кейбір диагностикалық тексерулер мен дәрі-дәрмектерге қолжетімділік артты. Дегенмен кейбір мәселелер әлі де бар. Әсіресе халықтың арасында осы медициналық сақтандыруға қатыспау. Яғни сақтандырылмаған азаматтар мәселесі. Сақтандырылмаған азаматтар мына медициналық жаңағы кепілдендірілген көмек алудан бөлек бұл жерге кірмей қалған себептен 16 жаңағы неге категорияға кірмей қалған себепті бұл кісілерде жаңағы жоспарлы медициналық көмек ала алмайды. Әрине кез келген адамға ол сақтандырылса да, сақтандырылмаса да жедел медициналық көмек міндетті түрде көмек беріледі. Қандай да бір жедел жағдайлар болатын болса, жоспарлы түрде диагностикалық іс-шаралар, емдеу іс-шаралары бұл кісілерге қолжетімсіз болып қалады. Сақтандырылмаған азаматтар туралы өзіңіз айта кеттіңіз. Ауданда қанша сақтандырылған азаматтар және сақтандырылмағандардың саны қанша қазіргі таңда? Енді жалпы аудан бойынша бізден емханаға тіркелген 34 мыңға жуық адам болатын болса, сол 34 мыңның ішінде 6 мыңға жуығы, 6 мыңдай адам сақтандырылмаған бүгінгі таңда. Енді осы сақтандырылмаған топты азайту үшін біршама қазір жұмыстар жүргізілуде. Біріншіден келген ауруханаға келген науқастар немесе қандай да бір жағдаймен жаңағы ем-дом алуға, тексеріске баратын науқастарда сақтандырылмаған жағдай болатын болса, ол кісілермен бірінші кезекте осындай тікелей жұмыс жүргізіледі. Сақтандыру бойынша. Өйткені көп жағдайларда адамдар өзінің сақтандырылу керек екенін білмейді. Өйткені неге бармай қалады, жаңағы ем алмай ауруханаға бармаған себепті ол кісілерде жаңағы түсінік жоқ болып қалады. Қажеттілік туындаған кезде ол кісілер ауруханаға барып өздерінің сақтандырылмаған екенін сол кезде ғана бірақ біліп жатқан кездер болады. Әрине бұл кезде енді біз адамдарды кінәлай алмаймыз. Сондықтан осы санды азайту үшін ақпараттық түсіндіру жұмыстары біздің тарапымыздан болсын, әкімдіктің тарапынан болсын, басқа да қызметтердің тарапынан болсын, міндетті түрде үнемі жүргізіліп отырады. Ел президенті әр жолдауында сақтандырылмаған азаматтарды мәмс жүйесімен қамтуды тапсырады. Осы тұрғыда Д2 категориясына жататын әлеуметтік осал топтарды анықтау жүктелген болатын. Олар үшін жергілікті атқарушы органдар мәмс жүйесіне төлем жасасын деп заңға өзгерістер енгізейін деп жатыр. Осы туралы сіздің ойыңызды білгім келеді. Иә, дұрыс айтасыз. Қазір енді ауыл азаматтарының басым бөлігі көбіне мал ұстап күнелтетіні бәрімізге белгілі.
арасында жеке кәсібін дөңгелетіп отырған, жұмыскер алып отырғандары да баршылық. Десе де не малы, не тұрақты жұмысы жоқ, табысы жаңағы әлеуметтік медициналық сақтандыру үшін бір жылға жарна төлейтін мүмкіндігі жоқ адамдар да жеткілікті олардың арасында. Келешекте осындай дағдарысқа, әлеуметтік жағдайға тап болған адамдар мен ресми тіркелген жұмыссыздар үшін мәмс жарналарын жергілікті атқарушы органдар төлейді деп жоспарлануда. Бұл осал топтағы азаматтардың қажетті медициналық қызметтерге қолжетімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деп ойлаймын. Президент тапсырмасымен ел тұрғындарының әлеуметтік жағдайына, мүмкіндігіне орайластырылған заң алдағы уақытта қабылданады. Ауылдарда тұрақты жұмысы жоқ азаматтарда баршылық. Сол азаматтар осы мәмс жүйесіне ай сайынғы жарнаны төлей алмай қалып жатады. Осы орайда сақтандырылғандар қатарынан шығып қалған азаматтармен қандай жұмыстар жүргізілуде? Жеңілдікті санаттарға кіру мүмкіндігін қарастыру, әлеуметтік көмек көрсету жолдары қарастырылып жатыр. Сонымен қатар уақытша жұмыссыз азаматтарға медициналық сақтандыру жүйесіне қайта кірудің жолдары туралы кеңес беріліп отырады үнемі. Енді науқастар сақтандырылған санатқа кіру үшін бірінші кезекте ол кісілер жұмыспен қамтамасыз етілу керек. Сол себепті бізде енді бір мәселе болатын, бұл жаңағы айттық қой, шалғай ауылдарда мынау жеке кәсіппен айналысатын жаңағы крестьянское хозяйство дейміз ғой. Сондай мал ұстайтын азаматтар бар, жұмыскер ұстайды ол кісілер. Ол жұмыскерлерге өзінің белгілі бір ақшасын төлеп отырады. Бірақ ол кісілер өкінішке орай біздің жаңағы жүйеден тыс қалып қояды. Сондықтан да олар қандай да бір медициналық көмекке жүгіну үшін олар сақтандырылған болу керек. Яғни жұмыс беруші мен жұмыс істеп отырған азаматтардың арасында сондай келісім болу керек. Жұмыс беруші міндетті түрде берген жалақысының қажетті жаңағы пайызын медициналық сақтандыруға төлеп отыру керек. Сонда бір жылдық жаңағы медициналық сақтандырудың бір жылдық көлемі төленіп отырса, ол адам жаңағы кепілді түрде барлық медициналық көмекті ала алады. Сондықтан да біз көп жерлерде жаңағы хозяйствосы, шаруашылығы бар адамдарда, басқа да жаңағы жалданып жүрген адамдарда міндетті түрде олардың келісім шарты болып, медициналық сақтандыру жарнасын төлеу мәселесі ылғи түсіндіріп отырылады халыққа. Осы тұста жұмыссыз азаматтарымыз да бар. Яғни жұмыссыз ретінде тіркеліп те олар жеңілдікті санатқа кіре алады. Иә, жұмыссыздарды, осы жұмыссыздар жаңағы әлеуметтік біздің собес бар емес па? Сол неге барып жұмыссыздар ретінде тіркелу міндетті. Соңғы кезде олар осы санатқа кіре алатын болады. Жеңілдікті санатқа кіріп сақтандырылған болып шығады. Мәртебесін алады. Жақсы. Пациенттер ең алдымен емханаға немесе ауруханаға барады. Яғни біздің медициналық қызметкерлер соңғы жаңалықтардан бірінші болып хабардар болып отыру керек. Келген азаматтарымызға, азаматшаларымызға дұрыс түсіндіретіндей ақпараттарды. Ауруханада дәрігерлерді оқыту, түсіндіру жұмыстары, қандай оқыту жұмыстары жүргізілуде? Енді әрбір аурухананың өзінің әкімшілігі тарапынан деп ойлаймын, осы оқыту тұрақты түрде жүргізіліп отырады. Біздің ауруханада дәрігерлерге семинарлар, біліктілікті арттыру курстары, жаңағы онлайн вебинарлар дейміз, қазіргі кезде өте жиі қолға алынатын, оның бәрі уақытымен ұйымдастырылып отырады. Сонымен қатар жаңа хаттамалар болсын, қаулылар, мына жоғарыдан министрліктен келген немесе денсаулық сақтау басқармасынан келіп түскен барлық хаттар, бұйрықтар уақытында барлық медициналық қызметкерлермен таныстырып үнемі жүргізіліп отырады. Осы тұста көрермендерге айта кеткім келеді. Медициналық сақтандыру
қорымен келісімшартқа отырған әрбір медициналық мекемеде пациенттерді қолдау қызметі бар. Яғни сіз медициналық көмекті толыққанды алмасаңыз немесе көңіліңіз толмаса, сол пациенттерді қолдау қызметіне жүгінуіңізге болады. Енді осы Шет ауданының аудандық ауруханасында осы пациенттерді қолдау қызметі қалай жұмыс жасайды? Бізде де пациенттерді қолдау қызметі белсенді түрде жұмыс жасайды. Бұл бірінші кезекте жаңағы өзім директордан бастап, директордың орынбасарлары және осы пациенттерді қолдау және медициналық көмектің сапасын бақылау бойынша директордың орынбасары бар. Одан әрі қарай дәрігер эксперт деген дәрігерлер бар. Осы кісілерге қандай да бір пациенттердің диагностикасы бойынша, ем шаралары бойынша түсініксіз сұрақтары болып жатса, осы пациентті қолдау жаңағы қызметіне жүгінеді. Осы қызметке жүгінгеннен кейін әрі қарай осы мамандарымыз тиісті мамандармен хабарласып отырып, бірге әрбір мәселесін шешіп беруге дайын. Кейбір біздің осы азаматтарымыз сол пациент осы қызметтің бар екенін білмей жатады. Яғни олар туралы осы пациенттерді қолдау қызмет туралы қабылдау бөлімінде айтылады ма пациенттерге? Бұл қызметтің барлық телефондары біздің өзіміздің ауруханада кіргеннен бастап, мына регистратура дейміз ғой, тіркеу орны, поликлиникаға тіркеу орнында, ем алып жатқан жерлерде, жаңағы консультация алып жатқан жерлерде, лаборатория болсын, қабылдау бөлімі болсын, барлық жерлерде біздің телефондарымыз ілінген. Соған науқастар қажет жағдайда, немесе науқастың туыстары, таныстары қажет жағдайда сол телефон нөміріне көңіл аударып, немесе көрсетілген жаңағы кабинетке келіп, өзінің сұрақтарын қоя алады. Шет ауданының ауруханасы республикалық маңызы бар трассаның бойында орналасқан. Жол көлік оқиғалары болып жатады, білеміз. Жалпы осы жол көлік оқиғаларынан зардап шеккендерге қандай көмек көрсетіледі? Енді бірінші кезекте өздеріңіз білесіздер, Алматы-Екатеринбург үлкен автобан былтырғы жылдың аяғында іске қосылды. Оғанға дейін жөндеу жұмыстары бірнеше жыл бойы жүргізілді. Жолдың кейбір учаскелерінде қауіпті учаскелердің көп болу себепті, онда жүретін автомобильдердің санының көп болу себепті, жыл бойы бізде және де мына жылдың қолайсыз кездерінде, әсіресе көктайғақ болған кезде, жауын шашын болған кезде, боран болған кездерде өкінішке орай жол көлік оқиғалары жиі орын алды. Енді полиция департаментінің берілген жаңағы несіне қарап отырсақ, статистикасына, осы жол арқылы тәулігіне 30 мыңдай көлік жүріп өтеді екен. Алматы-Екатеринбург жолымен. Яғни біздің айтқан жолымыз бұл Алматы-Астана бағыты бойынша. Тура осы жолдың ортасы, мынау Балқаш пен Ақсу-Айлы Шет ауданының орталығы, әрі қарай Приозерск және Алматыға кететін жақ. Осы жерлерде түнгі уақыттарда, таңғы уақыттарда, жаңағы айтып кеткен тәуліктің қолайсыз уақыттарында, жылдың қолайсыз уақыттарында, ауа райының қолайсыздығына байланысты жиі жол жаңағы көлік оқиғалары орын алды. Енді бірінші кезекте ең жақын принцип, ең жақын тұрған ауруханаға зардап шеккендер барады. Бірінші кезекте. Жолда өздеріңіз білесіздер, төтенше жағдайлар министрлігінің медициналық пункті бар. Ақшатаудың маңында, бері қарай Нұраталдының маңында орналасқан. Әр жақта сол медициналық жаңағы кешен бірінші көмек көрсетеді. Одан мүмкіншілік болса Балқаш қаласынан шығады жақын жерге, немесе біздің аудандық ауруханадан өзіміздің жедел жәрдем көмек шығады. Барлық зардап шеккен науқастар жаңағы территория қай жаққа жақын, сол жерге әкеледі. Біздің ауруханада арнайы травматологиялық төсектер бар, хирургиялық төсектер бар. Міндетті түрде зардап шеккендерге жедел медициналық көмек көрсетіледі. Оның ішінде
көбінесе травматологиялық, анестезиолог, реаниматологиялық көмек. Жаңағы жоғарыда айтып кеткен, егер де қандай да бір үлкен оталар жасау керек болатын болса, облыстан біз санавиация шақырамыз. Міндетті түрде нейрохирург мамандар, травматолог мамандар кеп күрделі оталарды жасауға көмектеседі. Және де науқастың жағдайына байланысты өзімізде қалаға ауыстырып отырамыз, қажеттілік болса. Осылай жол көлік оқиғаларынан түскен азаматтардың сақтандырылған мәртебесі маңызды ма осы тұрғыда? Жоқ, бұл жерде жаңағы айтып кеткендей, жедел медициналық көмек ол сақтандыруға қарамайды. Ол бізге көбінесе шетелдің азаматтары да түсіп жатады. Басқа аймақтардың азаматтары да түсіп жатады. Оңтүстік аймақтар, солтүстік аймақтар, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей азаматтары барлығы осы жолмен жүрген себепті бізге жиі келіп жатады. Жедел медициналық көмек ол міндетті түрде көрсетіледі. Ауыл азаматтары тиісті тексерулерден өтуге белсенді келеді ме? Емханаға өздігінен келмейтін азаматтармен қандай жұмыстар жүргізіледі, қалай шақырасыздар? Кейбір азаматтарымыз енді осы скрининг дейміз, жалпы тексерістерге белсенді қатысса, өкінішке орай кейбіреулері кейінге қалдырады осы тексерулерді. Сол себепті учаскелік дәрігерлер бар, біздің басқа да мамандар бар, шақыру жұмыстарын жүргізеді. Міндетті түрде хабарландырулар таратылады. Және де кейбір жағдайларда мобильді топтар өздері ауылдарға барып тексеру ұйымдастырады. Енді бұл жерде көбінесе жаңағы айттым ғой, түсіндіру ақпараттық жұмыстары жиі жүргізіліп отырады. Неге десеңіз, мына жаз айларында түсінікті, ауылдың адамдары шөп шабады, мал жағдайлары бар, қыстың қамын ойлайды деген сияқты. Сол кездері мүмкіндіктері болмай қалады да, кейінге қалдырып, әрі қарай ұмытылып та кетілуі мүмкін. Сондықтан әр жаңағы жастың өзінің скринингтік тексерістен өтетін жастары бар, түрлері бар. Жаңағы мысалы онкология бойынша, жаңағы жүрек тамыр аурулары бойынша, сол сияқты әртүрлі скринингтің түрлері бар. Қоса жаңағы онымен қоса флюорографиялық тексеріс міндетті түрде 18 жастан асқан азаматтар жылына бір рет өтіп отыру керек. Осындай тексерістерді біз міндетті түрде өткізіп, хабардар етіп, шақырып отырамыз. Енді өкінішке орай барлығы көпшілік емес, кейбір азаматтарымыз болады, осы қажетті тексерістің бәрінен бас тартады. Бұның бас тартудың негізгі келетін өкінішті жағдайы бұл ауруларды асқындырып алуы мүмкін. Флюорографиялық тексерулер дейміз, мысалы. Флюорографиялық тексеруден бір рет өтсе, адам жылына, ол жеткілікті. Қандай да бір өкпесінде дақ болса, өзгеріс болса, оны әрі қарай біз рентген арқылы немесе компьютерлік томограф арқылы тексеріп, қандай да бір аурудың бастамасы бар ма, жоқ па, соны алдын алу арқылы іс-шаралар жасалады. Ал 2 жыл, 3 жыл қасақана өтпейтін адамдар да болады, өкінішке орай. Айтып түсіндірсек, түсінбейтін адамдар болады. Медициналық қызметкерлерді маңына жолатпайтын адамдар да болады. Сондықтан да жалпы түсіндіру жұмыстары ешқашан аяқталмайды. Түсіндіру ақпараттық жұмыстар жалғасады. Ол біріншіден халықтың денсаулығының жақсару үшін жасалатын. Алпыс Жанатұлы, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін көптен көп рахмет. Біздің подкастымыз аяқталды. Аман болайық, сау болайық.